Баршаңызға сәлем достар. Бүгін сіздерге ең оңай, ең дәмді медовый тортының рецептімен бөлісетін боламын. Бізге қажет заттар 5 жұмыртқа, 1 кесе қант, бал, қопсытқыш, май және ұн қажет. Ол үшін ең алдымен қызып тұрған отқа майымызды салып ерітіп аламыз. Майымыз толық еріді, енді 1 кесе қантымызды саламыз. Қант еріген соң балымызды құямыз. Осылай қарайғанша отты ұстаймыз. Таза ыдысымызға 5 жұмыртқамызды салып араластырып, үстінен жарты кесе қантымызды салып миксердің көмегімен араластырамыз. Ыдысымызға балды массамыз бен ұнымызды қосып, миксердің көмегімен араластырып аламыз. Мен ұнның ішіне жарты шай қасық қопсытқыш салдым. Біздің массамыз осылай сұйық болуы қажет. Мен пергамент қағазына осындай дөңгелек форма шығару үшін 24 диаметрлік ыдысымыздың ішіне салып, формасын осылай шығарып алдым. Енді осы пергамент қағазына массамызды қаспен құйып, шайып, 180 градуста қызып тұрған пешке саламыз. Коржиктарымыз тез піседі. Мінекей біздің коржиктарымыз пісіп шықты. Мен крем жасау үшін осындай варенкамен қаймақты пайдаландым. Ыдысымызға варенкамыз бен қаймағымызды салып, араластырып аламыз. Мен үшін ең оңай кремдердің бірі көп уақыт алмайтын крем. Тортты жинау үшін осындай кольцо пайдаландым. Коржигімізді алып формаға аударып саламыз. Кремімізді салып, қасықпен жағып шығамыз. Осылай тортымызды жинап шығамыз. Бір коржикті үгітіп алдым, торттың бетін әсемдеймін. Міне біздің тортымыз дайын болды. Өте жұмсақ, ауызға ерейтіндей болып шықты. Сіздер де жасап көріңіздер.